Құрметті көрермен, бүгін Шерхан Мұртаза атындағы рухани және тарихтану орталығында қонақта Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі, Жамбыл облысы қолөнершілер одағының мүшесі, мәдениет саласының үздігі, ортеке аспабының жасаушысы және жетілдіруші Қазым Аманқосов ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз, аға. Алғашқы сұрағымды бастасам, осы қазақ тарихына үңілетін болсақ, осы қазақ жерінде ерте заманнан бабаларымыздан қалған археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде осы ортеке аспабы табылған болатын. Осы орайда осы ортеке аспабын жасауда және осыны жетілдіруде не себеп болды, аға, сізге? Сол археологиялық қазба жұмыстан табылған оқиға себеп болды, шын айтқанда. Ол 90-шы жылдары мен институт қабырғасын бітіріп, мұғалімдік жұмысты бастаған кезім болатын. Сол жылдарда мен бір Совет үкіметі кезіндегі Қазақстан Қазправда деген газеттен оқып қалдым. Бір отыратын жерін қазған кезде бір ағаш зат табылған екен, соны зерттей келгенде ортеке болып шықты деп. Соны мен түсінбей жүрдім. Сол ортеке сонша 1000 жыл бұрын болған деп жазылған ол жерде. 1000 жыл бұрын болған болса, қазір неге соны көп күнделікті неден көрмейміз деген сияқты мен біраз іздеп, ортеке аспабын өзім көре алмағандықтан, бірақ бір жерлерде бар екен, соны көруге мүмкіндік тумады, қайта-қайта барып. Соны өзім қолыма алып істеп көріп едім, жаңа билей бастады, сөйтіп мен жетілдірдім. Бірінші билері ұнамады да, екіншісі, үшіншісі, сөйтіп жетілген вариантын мен елге ұсындым. 96 жылы бітірдім, 6 жылым кетті. Сөйтіп, сол ортеке аспабы менде билейтін пайда болды. Керемет, аға. Мынау басқа осы Қазақстанда осы аспапты жасайтын қолөнершілермен сіздің жасаған қолөнер осы ортеке аспабының ерекшелігі неде? Сол 90-шы жылдары егемендік алған кезде сол патриоттық неден туындады деп ойлаймын. Қазақтың ол кезде мен домбырасын, қылқобызын жасайтынмын 90-шы жылдары. Қазақстан жеке мемлекет болып шықты, және оны біз жетілдіріп, дүние жүзіне әйгілі қылуымыз керек деп, мен қазақтың ұлттық аспаптарын жасадым, музыкалық. Соның бірі ретінде ортекеде жасалды сол арада. Енді 2000 жылы, 2008 жылдары мен көп телевидениелер түсіріп, ортеке аспабын насихаттап жүрдім. Қазіргі күнге шейін міне 30 жыл болыпты насихаттап жүргеніме. 96 жылдан бастасақ, 30 жыл болып тұр ғой. 30 жыл бойы мен насихаттап жүрмін. Сол 30 жылдың ішінде Астанада да, Алматыда барлық жерде көріп, ортеке аспабын нағыз билей алатынын көріп, ортеке жасауға құмар адамдар көбейді. Сөйтіп, кәдімгі қарабайыр ортекелер пайда бола бастады. Сол ерекшелігі менің қосқан үлесім жетілдіріп, кішкене дұрыс билейтін қылып шығардым деп ойлаймын. Қазымаға осы тұста тағы бір сұрақ келеді. Осы тарихқа үңілетін болсақ, осы ортекенің ата ортеке, әке ортеке, бала ортеке деген бір мезетте осы ортеке күйін тарту арқылы 3 ортекені билететін мамандар барын көрем. Бір тарихта үңілетін болсақ, 8 ортекені ешкіні қойып, билеткізіп күй тартқан. Осы тұста не қосасыз? Оны енді бұрынырақта мен білмейтінмін, қазіргі шығарып атқан шығар, ол қазіргі соңғы кезде ол қанша ортеке қойса да билетуге болатын мен бұрыннан білем. Бірақ та ортекенің әдемі билей ма, қарабайыр түрде билей ма, соған байланысты. Сол жақсы ортекенің жетілген түрін, оған жетілдіруге үлес қосқан зерттейтін маман адамдар жоқ біздің Қазақстанда. Сол біздің өкінішті жағдай. Ал ортекені қалай болса билетуге қарабайыр түрін, ол бұрыннан да бар зат қой. Мен жетілдіру туралы әңгіме айтып отырмын. Керемет, аға. Мына 16 мамыр күні Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза осы кітап оқу мәдениеті және зерделі ұрпақ қалыптастыру тұрған үлкен құжатқа қол қойған болатын. Осы тұста қазіргі кезде келешек ұрпаққа осы аспап қаншалықты насихаттап жүрсіз? Және де сіздің еңбектеріңіз кітап болып шықты ма? Және үкіметтен осындай аспаптарды жасауда сізге қолдау көрсетіліп жатыр ма? Осы тұста жауап берсеңіз. Бұл өте әдемі сұрақ болды. Мен 90 жылдан бастап осы қолөнермен, сурет өнерімен айналысып жүрмін.
басқа да мен Қазақстан суретшілердің одағы мүшесі ретінде одақтағы бірталай суретшілердің жеке кітаптарын шыққанының куәсі болдым. Әкімшілік кейде көмектеседі, кейде өздері. Сондай кітабым шықса екен деп мен армандап жүргеніме де 30 жыл болды. Енді менде қолөнер саласы бар. Соның ішінде домбыра, қобыз, ортекелер негізгі жасаған дүниелерім. Мүсін саласы бар. Одан мен Махамбеттің образын, Шерханның, Асқар Тоқпановтың образдарын сомдап, столдың үстіне қойылатын бюст ретінде немесе ағаштан жаңағы жасалған үлкен сюрреалистік немесе абстракциялық техникамен образдар шығаруға тырыстым. Қолөнер, мүсін өнеріне жатады ол. Және де сурет өнерімен айналыстым кескіндеме. Үлкен осы облыстағы суретшілердің төрағасы болып істеген кездерім бар. Бүкіл Қазақстанда жүрген симпозиумдарға қатысып, үлкен суретшілермен, көптеген суретшілермен симпозиумдарда картиналарымызды қалдырып отырдық. Қызылордада, Көкшетауда деген сияқты, Алматыда, Астанада болған еді. Абу-Дабиде болдым, Қырғызстанда болдым симпозиумда. Сол сурет өнері, қол өнер, мүсін өнерінен істеген бұйым шығармашылық жұмыстарым кітаптың бетінде қалсын деп армандаймын мен. Бірақ та соған бір әлі мүмкіндік болмай жатыр. Сонда кітап шығаруға, кітаптың ішінде тұрып, менің шығармашылық жұмыстарым көрініп тұрса, елге пайдасы тиеді ма деп ойлаймын. Құрметті көрермен, өздеріңізге белгілі осы дүниежүзілік қолөнер одағына осы Жамбыл облысы ең бірінші болып тіркелген екен. Мына артымызда тұрған Қазым ағаның осы қолынан шыққан дүниелер. Осы тұста дүниежүзілік қолөнер одағына кіруге себепші осы тұста бір жан-жақты не себеп болды? Неге Жамбыл облысы бірінші болып кірді аға? Мен қолөнерші ретінде өте қуанам. Осыдан 3-4 жыл бұрын дүниежүзілік қолөнершілер қаласының қатарына кірді. Тараз қаласы 56-шы болып кірді. Енді оған негізгі үлес қосқан Аспара колледжінің директоры Айдархан Қалиев ағамыз. Сол кісіге көп рахмет. Ол себебі дүниежүзі бойынша жаңағы киімнің үлгілерін көрсетіп, дизайнер ретінде көптеген елдерді аралап, қазақтың ұлттық дәстүрін, салтын, киім үлгілерін көрсетуге тырысып жүрген адам өзінің стилінде. Сол себеп болды. Ол кісі көпті көріп, және қолөнердің де сол киім үлгілерін тігуге көптеген көмегі бар екенін сезініп, соңғы өткен конференцияларда қолөнерді де дизайн өнерімен қатар елге көрсетіп отыру керек, авторларын насихаттап отыру керек деген пікірлер айтылды. Сондықтан сол кісінің көп тікелей арқасында Тараз қаласы дүниежүзілік қолөнершілер қаласының қатарына кірді. Қазым аға, мына арқада тұрған өзіңіздің бұйымдарыңыз осының біреуінен қалай жасалды, қалай дүниеге келді, тарихынан бір бөліссеңіз көрермендерге. Шерхан Мұртазаның мүсінін жасадым. Кішкентай столға арналған мүсін столдың үстінде тұрады. Бұны сыйлыққа да беруге болады, немесе кітапханаларда жаңағы көзге көрінетін жерлерде тұрса әсер етеді деп ойлаймын көрген адамдарға. Бұл біздің қазақта көп, енді бұны кішігірім көлемдегі мүсіндер дейміз ғой, миниатюрные статуэтки дейді. Сол да жетілмей жатқан сала біздің қолөнерде, мүсін өнерінде. Сол жағынан да қолдау болса, осыны мынау қазір гипстен құйылған түрі. Мен өзім тастан қиып шығарып көріп жатырмын. Оғанда көптеген мүмкіндік, қаражаттар керек екен, уақыт керек екен. Сондайды қолдайтын адамдар болса, шығаруға болады қазақтың белгілі адамдарының бір мүсіндері. Бұл сияқты көшпенділердің далада кездесетін балбал тастар. Соның көп шоғырланған жері Жамбыл облысы екен. Соны мен сездім де, 90 жылдар диплом қорғаған кезде
Жамбыл қаласының экологиясы деген тақырыпта қорғағанмын. Сонда да осы музейдің айналасында жүріп, осы балбал тастардың жаңағы қирап сынған түрлерін көрдім. Сол жоғалтуға тырысқан ау деймін мәдениетті кезінде басқа елдер. Сол балбал тас Жамбыл облысында көп шоғырланған жер екен. Сондықтан мен Жамбылдың, Тараздың символы ретінде кішкентай кәдесый жасадым. Артына өзім қосып, торсық байлап қойдым. Сол сияқты қылыш байладым. В общем, қылыш бұрыннан да бар балбал тастарда кездеседі. Соны Тараз деген жазу жазып, сондай кәдесый жасауға тырыстым. Және де енді айта берсек, мына пано деген нәрсе бар, техника. Теріден жасалады, кәдімгі сиырдың, жылқының кез келген тері болады. И ағаш. Ағаш та теріде жақсы материалға саналады қолөнерде. Соған өзімнің ойымдағы бойынша оюларды салуға тырысам. Соның ішінде міне ортеке не жасасам да, домбыра, ортеке білер жаңағы сюжеттің ішіне кіріп отырады екен. Ортеке. Бұл теріге түскен таңбалар деген серияның бір жұмысы, 7 жұмыстан тұрады. Бұл да қазақтың салт дәстүрін көрсететін нәрсенің бірі дейміз. Өсімдік тектес ою бар, жануар тектес ою бар. Сол жағынан кәдімгі алтын адамның кезіндегі бойындағы өрнектерді еске түсіреді кейбір заттары. Жақсы аға, құрметті көрермен, алдымызда тұрған бұл жетілдірген ортеке. Аға, өзіңіздің күйіңізді осы көрермендер назарына ұсынсаңыз. Иә, бұл мен де тау текені шығарғанмын бірінші. Мынау 2015 жылы Абу-Даби Араб әмірлігіне баратын болып, Абу-Даби қаласында өтетін фестивальға. Содан Абу-Даби деген қаланың атын зерттеп, интернеттен көрейін деп, не мағына білдіреді деп қарасам, қара құйрықтың ата мекені деген сөзді білдіреді екен. Содан қара құйрық билетіп апарайын дедім де, осы қара құйрықты билетіп шығардым. Сол 2015 жылы Абу-Даби қаласында фестивальға қатысып қайтты. Астында тұрған мылтық, қара құйрықты, олардың аңызы бар, қара құйрықты атпаймыз деп, жерге қаласы қояқ деп, Абу-Даби қаласы соғылыпты. Жаңағы аңшылар басында қара құйрықты атамыз деп жүрген, кейін қара құйрықты аталмай шаршап өлейін деп атқанда қара құйрық көрініп, оларды шөлден құтқарып қалады қара құйрық. Содан кейін олар аңшылар ақылдасып келіп, енді қара құйрықты атпайық, оны сыйлап, киелі аң ретінде не қылайық, ұстанайық деп, сол жерге қала соғайық деп, Абу-Даби қаласы соғылып, қазір ұлттық киелі аңы қара құйрық екен олардың. Соған арналған зат, мына мылтық теріс қарап тұрған, соны атпаймыз деген сөз білдіріп тұр. Билетіп көрсетейін. Әркеге әртүрлі билейді. Енді жалпы осы ортекені әлі көптеген жетілдіруге болады. Жаңа өзіңіз айтқандай, түйені де, қозыны да, лақты да билетуге болады. Оның бәрі мен қолымнан келеді. Бірақ соған бір үкімет жағдай жасап, цех ашуға көмек беретін болса, мен оның бір талайын жасауға болады. Он ортеке билейтіндей вариантын немесе жаңа әртүрлі жануарларды билететін, оны мен шығарып бере аламын. Ал құрметті көрермен, Шераға орталығына келіп осындай жан-жақты жұмысыңызбен бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Келешекте шығармашылық табыс тілейміз. Аман болыңыз. Рахмет, шақырғандарыңызға сау болыңыз.